басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының Хабар 24 телеарнасына берген сұхбатында еліміздің төл тарихында қара таңбамен қалған қаңтар трагедиясының жай-жапсары, оның салдары және де осындай олқылықты жайттардың алдағы уақытта орын алмауының басты тетіктерін таразылап, маңызды ақпараттармен бөлісті. Сондай-ақ президент тәуелсіз Қазақстанның алдағы даму бағыты турасында да нақты бағдарды айқындап берді. Қазақстанды саяси реформалардың күтіп тұрғаны анық. Оның шет-жағасы президенттің осы сұхбатында жан-жақты белгілі болды. Еліміздің саяси құрылымы жанданатын күнді асыға күткен отандастарымыздың қатары аз емес болатын. Әсіресе мемлекет басшысының осы сұхбатынан жаңа Қазақстанда, жаңа қоғамдық құруда жастардың маңызды рөл атқаратынын терең ұғынуға болады. Себебі жастар шын мәнісіндегі мемлекеттің барлық саласында локомотив, жетекші рөл атқаратын уақыт жетті деп ойлаймыз. Жастардың мәселесіне жете ден қоймау, олардың әлеуметтік мәселелерін дер кезінде оңтайлы шешпеу көптеген келеңсіз жайттарға алып келетініне көзіміз жетті. Бізде бір ғана отан бар. Ол тәуелсіз қазақ елі. Осынау мемлекеттің ертеңі осы мемлекетті мекендейтін әрбір азаматқа тікелей байланысты. Бізге кемел келешек пен жарқын болашақты, яғни жарқын өмірді біреу сырттан сыйламайды. Дамыған қоғамды қалыптастырып, оны құрып, оның тұғырын бекітетінде сіздер мен біздер. Қазақстанның егемен ел ретінде қуатты мемлекетке айналуына азаматтарымыздың әлеуметтік жағдайы жақсара түсуіне баршамыз жауапты екенімізді жадымыздан шығармағанымыз абзал. Ал бұл тұрғыда президент Қасым-Жомарт Кемелұлының нақты бағыт-бағдар береді деп ойлаймыз. Қазақстан Республикасының жағдайында тағы да бір үлкен елеулі оқиғалардың бірі біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың елмен сұхбат берген сұхбаты өте жоғары деңгейде жақсы өтті. Сол сұхбаттың арқасында керемет жақсы нәрселерді біздер өзі өте керемет информацияларды алып, керемет мағлұматтар алып, өзіміздің көңіліміз толатындай әңгімеге қанықтық. Оның ішінде біздің негізгі ойлаған мақсатымыз осы бүкіл халықтық жағдайды ойлайтын, бүкіл халықтық ниетті жақсылықты ойлайтын, халыққа жақсылық ойлайтын ниеттерінің өзі түсірілгені соның өзі бізді қатты қуантты. Болашақта болатын Қазақстан Республикасының болашағына жарқын болашақ апаратын жол осы президентіміздің айтқан жолдар болады деп сенеміз. Осы сеніммен біз өте үлкен барлықтарыңыз осы президентіміздің істеп отқан істерінің бәрін қолдауға шақырамыз. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Хабар 24 арнасына берген сұхбатын тыңдадық. Жалпы сұхбаттың барысында президентіміз еліміздегі қаңтар оқиғасына байланысты өз ой-пікірін және сол кездегі саяси күштерді көмекке шақырудағы басты мақсат Қазақстанды басып кірген террористердің мақсаты мен мүддесіне айтып өтті. Әрине бәріміз жақсы білеміз, бұл саяси билікті басып алуға сырттан дайындалған, мұздай қаруланған террористердің біздің мемлекетіміздің тұтастығына қауіп төндіргені белгілі. Алайда Қазақстан халқы өзінің президентіне сенімділігін және ел президентінің өзінің конституциялық міндеттеріне адалдығын көрсетті. Дәл осы кездегі Қазақстан Республикасы халқының бір тұтастығы, халық пен ел болып, еліміздегі бейбітшілік пен ынтымақтастықты, толеранттылықты, ұлтаралық қарым-қатынасты, жалпы әлеуметтік мәселелерді бірге шеше алатындығымызды, күшіміздің бірлікте екендігін көрсетті. В своем первом интервью телеканалу «Хабар» после трагических январских событий президент Казахстана поделился своим видением о трансформации казахстанского общества и всей политической системы, что приведет к экономическому росту. В который раз президент отмечает важность качества образования. Особое внимание уделяется поддержке учителей и преподавателей во время удаленных форматов обучения. Также важнейшим приоритетом для государства является развитие науки. Это касается обеспечения стабильной и достойной заработной платы ведущим ученым Казахстана, а также финансирования науки. Кроме того, президент отмечает важность развития инженерных специальностей.
В целом, по мнению президента, важнейшим фактором для развития всего общества является доступ к качественному образованию.